Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен сүзбелі ірімшіктен, яғни творогтан осындай керемет болып шығатын творожный сырок дайындаймыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін тамашалаймыз. Бізге бар болғаны шоколад, сүзбелі ірімшік, яғни творог және де сгущенка. Ең алдымен шоколадтың жарты бөлігін ертіп аламыз. Сұйық қылып емес, осылай шамалы қоюланғанша ерітеміз. Шоколадтарымызды силиконды формаға барынша қалыңырақ қылып жағып шығамыз. Ыдысымызға салып, морозилькте барынша қатырамыз. Ал біз оған дейін ішіндегі салмасын дайындаймыз. Ең бірінші творогымызға сгущенкамызды құйып, жақсылап араластырамыз. Одан соң барынша ұсақтап шығамыз. Біздің творогымыз, яғни ірімшігіміз өте жұмсақ болу керек. Міне осылай жұмсарғаннан соң, дайын болған формаларымызға салып шығамыз. Шоколадымыздың екінші бөлігін ерітіп алып, бетіне осылай бір тегіс қылып құйып, әдемілеп тегістеп шығамыз. Міне осылай болып шығады. Енді морозилькте қатқанша 2 сағаттай ұстаймыз. Дайын болды. Барынша абайлап біздің формадан алып шығамыз. Міне біздің өте дәмді болып шығатын үй жағдайында творожный сырогымыз дайын болды. Яғни сүзбелі ірімшікті сырок. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Арайдың асханасы.